Ту, мұрнына тигізіп. Ой, қойшы. Не өлдің ба? Сесіне өлдің ба? Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Жандарым! Есімді айтсаңшы жаңа көрермендерге. Қали. Бүгінгі видео түсіріп тұрған Алмас деген. достар, енді бүгін барлықтарына әрине өте ұнайтын біздің рубрикаларымыздың бірі ол Жай кезде дүкенде алмайтын тағамдар. Мысалы мен өз қалауыммен мынандайды алмаймын. бүгінгі видео сіздерге ұнайды деген ойдамыз, сондықтан видеоны жаңа бастадыңыз, сразу лайктарыңызды басыңыз, ал біз бастаймыз. Так, енді нелерден бастайық? Бөлуге ыңғайлы болады, альбиниден бастайық. Негізі мынаны мен Магнум ішінен тауып алам. Жерде жатқан деп айтып тұрсың. Былай қарасаң, кәдімгі шоколад. Иісі келіп тұр, иісі өте жақсы. Мен мынандай пышақ менде бар. Қазір анда құшағыңды алып Ой, Дизлайк. болды. Жоқ, дизлайк басатын адамдарды. Шандарым құсайым. Бағалап жіберсеңіз шыққандай өте әдемі. Мә, Мұстаф. Мынаның іші печенье. Айтып тұрмын ғой, альбини просто плиточный шоколад сияқты істеді. Гармония вкуса. Мысалы, мен любимый фишкам бар ғой. Өте дәмді дегенде, кәдімгі альбини. Просто пішін өзгеріп тастады, плиточный сияқты. Пішінім өзгерді, ішіне пішіні. Бағасын берейік. 1, 2, 3, 5. Неге 5 білмеймін. Стандартта Бірақ Үлкен минус жоқ. просто қуантады жаңа пішіні. Иә, негізі былай кәдімгі альбини. Келесі шок дегенді көрейікші. Негізі мені қызықтырғаны бағасы арзан. Опа, мынау типа, короче, таза. Ну-ка. Иісі маған ұнамайды. Таза шоколад, ешқандай начинкасы жоқ. L1 ба, қалай оқылады? L1. Все танцуют локтями, Все танцуют локтями. Жоқ, L1 емес. L1 дейді. Енді жаңағы сияқты, мә, өзінің шандара деп істеме. Тағы да. Алмас, сен де өз бағасын айтсам болады, негізі бар ғой. Сен бар ғой, камераның артында отырып көп сөйлей бермеш, сәлемі. Қазір міне қасқа шығады. Али сондай жаман, Али Алмасқа тисе береді деп видеоға қатысу керек. Арзан полисті шоколад, нифига. Маған үш мен. Қанша алдың бағасы? 200 ба, 300 ба шынымды айтамын, есімде жоқ. Жеңіл. Кейбір кезде қалап тұрасың осындай воздушный, полисті шоколадтар. Қымбат, 600-800 болып тұрады, мынандайды алған. Бірақ мынаны сен сезіп тұрсың ба? Нағыз шоколад деп, таза шоколад деп айта алмаймын. Дауысы. Ойбай, құстың ғой кәдімгідей. Шок шоколадына біздің бағамыз. Шок шоколадына. 1, 2, 3, 4, 3. 5. Плиткаларды бітіріп тастайық, иә? Ашылады, жабылады. Ашылады, жабылады, ашылады. Мынау негізі әдемі, өте әдемі, шынымды айтайын. Мен мынаның дәмін білем, мен мынаның дәмін көп қоямын. No. Алды ақ, арты қара. Наоборот айтып жатсың. Иә. Так, давай. О, қойшы, аузың салып Кетші. Кофе ма? Сүт қосылған кофе сияқты. Мына жерде, короче, делюкс карамель деп жазып қойды. Golden Edition. Дәмі өте ерекше. 3 деген баға беремін. 3 мен де бердім. Келесі. Алматы деген. Енді Негізі. шынымды айтайын, пока 3 шоколадтың дәмін көрдік, 3-еуінің дәмі андай. Біреуі стандарт, еш өзгеріссіз дәмі, қалғандар онша емес. Негізі рахатта мен мынандай Алматы дегенді көрген жоқпын. Қазақстан дегенді көрдік. Тағы бірден кейін мынандай Алматы деген бірінші көрдік. Рекламаға тоқтамай шыға берген мынау екі сағатсыз. Мына шықты. Иә, неде. Инстаграмда стористі қозғаған сайын шыға берді ғой. Аш етесің. Мә сырты қараңдар қана әдемі. Айттың ғой, полисті мынау. Алмас ұста. Дәм тәтті деп айтпайсың. Қышқыл шоколад. Мағаш айтса шоп көбірек болады. Осы 5 шоколадтың арасында осыған ұнады. Мен күтіп жүрмін достар. Біз осылай жеп қашан семіріп кетеміз. Дәл менің проблемам салмақ қосу деген. Салмақты жинап, мышцы жинап. 50 килограммдық балаға қалай салмақ жинау керек? Жұмыс істемеу керек, үйде жату керек, тамақ ішу керек. Сен мынадан семірмейсің де, мышцында болмайды. Тек мұрнында безеулер ғана шығады, не менің сияқты. Мынау бар ғой, негізі өткендегі су ішіп қойма челлендждағы жана кетіп баратқан безеу ғой мен. Ақылат не болып отыр? Бағасы 5. Алмас қай уақыттан бері баға беретін? 3,5. 3,5. Может 3-ті 6. Короче, мынау нормальный. Мынандай біз білетіндерді соңына қалдырайық та, мынандай біз білмейтіндерді көрейік. Біз білмейтіндер. Мен сөзін қайталаман. Курьез дейді. Курьез деген нені білдіреді? Курьезный жағдай. Курьезный жағдай. Қайталаман. Мынаның іші осындай. Міне.
Мен примерно мынаны дәмін уже сезіп тұрмын қандай екенін. Осындай шоколадтар, достар, маған есіме не түсіреді. Как будто үйде қалып қалған андай разы шоколадтарды қосып, духовкаға бір жерге салып жібересің де өзің бір шоколад істеп жүресің. Жұмыртқа қуырып салып берген сияқты. Дебил. Жоқ, шын дәмі онша емес. Тұз ба, бір бәле бар ішінде. Тұз бар. Сол үшін айтып тұрмын ғой, бір қуырып салып берген сияқты. Екі. Осындай good mix деген ашық. Опа, міне достар, қараңыз. Сырты осы. Менің ойымша мынау анаға қарағанда күштірек болатын шығар. Бұрын Луна деген бір болып еді ғой. Чак-чак па, жаңғақтар ма, ішінде. Есі жақсы. Міне, шаш па? Мынау жақсы. Тым тәтті емес, тұзы жоқ. Нәзік керек. Бірдеңкеге дәм қосып тұр, есімнен түсіре алмайды. Мен білмеймін, маған 5 қояйын десем 5-ке тартпай тұр. Бірақ жақсы. Аса тәтті емес, анандай дәмді болады ғой. Иә, самса сияқты дәмді. Орехтары барлығы. Ет пен самса сияқты дәмді. Тәтті нәрсені қалай дәмді деп айтасың? Тәтті ғой. Короче, бағасы 4. Так, кетті біріншісі берші. Нацтан бастайшы. Міне қара. Ақырындап тартасың. Осылай ашасың. Аппақ нац. Бәрі соңғы кезде ограниченный версия деп осындайлар шығаратын болды. Пока дәмін білмеймін, көрейік. Мынаның жаңғақтары миға жақсы әсер етеді. Сенде миың жоқ қой. Вообще, прикол не в тему. Негізі шынымды айтсам, кәдімгі нацтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Шоколад басқа. Жаңағы альбини сияқты аса ерекшеленмейді, бірақ сезіп тұрсың ана ақ шоколадтың дәмін. Қалған барлығы кәдімгі нац. Бағасына келетін болсақ, Мықты 4. келесі 90-да жақсы оқса 5-ке қоямыз. Енді Twix Daily Powder. Слушай, Twix. Пазлың даусымен айтшы. Сделай паузу. Сәлем, достар. Яуып қалдықшы, Сәлем. Айтшы. Сәлем, достар. Сделай паузу. Скушай Twix. Вообще. Имбирное печенье дейді. Негізі имбирдің маған дәмі онша ұнамайды. Өйткені біз бір рет имбирный бір какой-то сусын ішіп қойын. Иісін сезіп тұрсың ғой сен? кәдімгі Twix маған қарағанда жақсырақ. Білмеймін, кімге ұнайды имбирь? Тіпті ұнамайды. Алса қанша. Оны жек көрем. Аз мөлшерде қоссам нормально шығады. Прям нормально шығады. Бірақ мына жерде прям иісі шығып тұр, дәмі беріп тұр, аса қатты. Білмеймін. Мен шоколад сезіп тұрған жоқпын, мен тек ана имбирный печеньені сезіп. Так енді бағасын берген жоқпыз маған. 3 келісемін. Онша емес, кәдімгі Twix мен мынаны бар қалауымен маған имбирный Twix беріңдерші деп айтпаймын. Қандай сникерстан бастайық? Алмас, қайсынан бастайық? Сен таңда, біз таңдадық ұш. Қоңыр. Сникерстің батончиктары үлкен нацқа қарағанда. Мынау қандай? Экстра карамель деген бе? Иә. Типа карамель көп. Шынымен де карамель көп, байқасаңыздар. Болды, мен ішпеймін бұл стартын. Қойшы мысалы немен радиоактивный ма соншалық? Блин, кәдімгі. Алдындағы альбини сияқты мынау да кәдімгі сникерс. Қандай бағасы сондықтан дұрыс бере алмаймын. 4 дей салайыншы. Олар ерекше деп оны сатты. Тоғы. Бірақ мен Лайк басамыз, жазыламыз. Арғай. Профессионалға ашуға берейікші. Мә. Ой, түсінді. Негізі екеуінің иісін сезсем, мұрнына тигізді. Ой, кетші. Өлдің ба? Сесіне өлдің ба? Тұратыш, Жоқ айтшы, өлдің ба? Тұратыш. Кімге ұнайды еқырсы, жиіндегі табағын үлкен дәуі мұрны бұлай тигізіп бөтсен не істейсің? Мә ал. Жесіне, мә ал. Жемейін кетші. Дәуі мұрны кәдімгі тығып жерді қойшы. Әкелді таза жағы. Мен ана жаққа тигіздім ғой. Әкел онды. Орманда жиналған жаңалықтар. Менің мұрныма тигенді жеп қойдым. Жеп қойдым, мен ортасын тигізім жүрдім. Короче, енді мына сникерстің дәмі басқаша. Басқан де. Мен жаңалықтарды прям сезіп тұрып жаңалықтың дәмін. Мына жерде сезіп тұрып, бірақ мына жерде олар айтты. Лесной. Байқады ма? Короче, дәмі бағасына келейік. Бағасы 4. Жоқ, оны соңында барлық жегеннен ауызды освежать етіп. Негізі бізді освежать етіп. Иә, освежать. Освежать ету үшін өшеті тістады ғой. Сол себептен әділет тістер жоқ. Сол себептен аузын жапшы. Хрустат деген 200 теңгелік арахис со вкусом васаби. Васаби. Қалай көрсетсе болады көрермендерге? Сен баршы, мен тұрайын десем, мен трусымен отырмын қазір. Көрді. Так, міне осындай бір
жап-жасыл жаңғақтар. Дәмін көрейік. А мен сразу екеу саламын. Опа! Мынау. Мә. Негізі аш тағамдарды жақсы көремін мен. Мынау прям темам. Мен бағасын сразу айтам. 5, 5. 10. 5 Ең жоғары баға. Негізі бар ғой осы чипсы, басқандай снектар жеген орнынан осындай арахис жеген әлдеқайда жақсырақ. Мынаның сыртында жазылып тұрған жоқ. Супер ащы, өлтіретіндей ащы деп жазылып тұрған жоқ кейбір нелердегі сияқты. Бірақ негізі сондайлар жазылған кезде дым ащы болмайды. Мынау прям ащы болып тұр. Мен мынаны әлі де аламын достар. Өте дәмді. Кездесіп әрине. Аха. Немен ауылдың иісі шығып кетті. В смысле ауылдың иісі? Құрт па? Іші осындай. Негізі ауылдағы құрт болады ғой. Ірімшік. Иә, соның иісі шығып тұр. Мен мында сыртта тағы да басқан түрлері бар, ал бізде ребрышки бар екеу. Сразу айтайын, снектің структурасы онша емес. Кейбір чипсылар болады ғой, картопталып, слайс деп кеседі ғой. Иә. Ал мыналарды картофельный пастадан жасайды, иә? Крахмальный ма, картофельный ма. Ана, кәдімгі упаковкада қылайса әлдеқайда дәмді. Иә, шын айтамын. ана рифленый болады ғой. Иә. Үш. Иә, әлі мен келесем үш қоямын. Мына қап қызыл құртты көрейік те. Қап қызыл. You so precious when you smile. Үйде жасалатын құртты бірінші рет көріп тұрмын осындай нені. Ана бұрышық қосатын. Егер біреулерде қосатын болса, жазып жіберіңдерші, қай жақтарда қосады. Ең қызылар, қап қызыл, бірақ Марс сияқты, Марс планетасы сияқты. иісі қарашы. Тигізбешті. Не, тигізем қазір. Ортасы әппақ. Менің ойымша бұл ащы болу үшін ірімшіктің ішіне қосу керек қой. Составына сразу. Иә. Hit it from the back and drive you wild. Енді мынау дәмді. Кәдімгі құртқа қарағанда кішкене мынандай бір. Мен тағы да алдындағылар сияқты. Сникерс сияқты, Альбиниан. Құрт сияқты. 4 қояйықшы енді. Егер құрт сияқты қараса өте дәмді, өте жақсы. Ащы деген критериймен қарайтын болсақ онша емес. Онша қатты ащы емес. Негізі барлық тағамдарды біз түрлі супермаркеттерден табамыз. Мынаны мен автомойкадан таптым. Адреналин Rush, Red Bull, Burn, Flash. Шарттың ол бәрін. Негізі энергетиктердің дәмі бәрі бір-біріне ұқсас. Сол себептен любойын ала берсе болады. Мен флеш таңдаймын. Мен Red Bull'ды аламын. Мынаның түсі осындай. Екеуі бірдей негізі мынандай. Энергетиктің дәмін келтіретін нәрсе бар ғой, соны бір карамельге қосып жібереді, сосын қатырып тастайды. Маған еще шипучий қылып істеп қойса, кәдімгі бірденге жетпей жүр. Сол шипучий істесе кәдімгі энергетик сияқты болады. Бағасы мен үшін 4. Енді Әділ екеуміз бүгінгі видеоның лидерін тауып алайық. Арахис васабин дәммен. Өте дәмді. Енді басқаларды төмен деп айта алмаймын. Кәдімгі стандарт, просто дәмдері кішкене өзгешелеу. Ерекше деп сатылады, бірақ бәрі кәдімгі. Ал мынау бүгінгі видеоның патшасы. Иә. Ерекше дәмдері бар видеомыз аяқталады. Сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде достар, лайктарыңызды басып, керемет пікірлеріңізді, әлі айтатындай әдемі пікірлеріңізді қалдырыңыздар достар. Біз барлығын оқимыз. Міндетті түрде подписаться деген қызыл батырмаға басып, Faz Life арнасына тіркеліңіз. Ал сіздермен бүгін болған мен Әділ, Али, Алмас. Бүгінге осы пазлға жазыл.